Қалайсыздар, амансыздар ма? Ремень тағып алайын мен. Так, ереже бұзбай адам сияқты eBay-да жұмыс істеңіздер. Бұл өте маңызды. Біз қателесеміз, сондықтан eBay-да кейде блокқа кетіп қалып жатсыздар, бірдеңе болып жатсыздар, өзімен өзі самоучкалар бар деген сияқты. Жалпы мен eBay-да сатып жүрген адамдарға всегда жанашырлықпен қараймын. Себебі мен өзім Қазақстандағы бір алғашқы бастаған адамдардың ретінде мен прям каждый үшін жаным ашиды. Но біз қателесеміз, шатасамыз, кейде бір байқамай қателіктер істейміз да, блокқа кетеміз. Қазақстан репутациясы өкінішке орай eBay-да 26-шы орында. Сол үшін де біз студенттерімізге жаңа аккаунттар, яғни мемлекеттің атын айтпаймын, но әлемдегі eBay-дің репутациясының рейтингінде топ 3-ке кіретін мемлекеттің аккаунттарымен алып жұмыс істеп бастадық. Ол естественно сразу нәтижесін бере бастады Алланың қалауымен, және жаңа бағдарламамызды қостық, шетелдік поставщиктерімізді қостық. В общем, просто сіз бен менің дұрыс жұмыс істеп, нормальный оборот жасап, жақсы маржада табыс табуымыз үшін бүкіл жағдай жасалып тұр. Мен одан артық қазір көріп тұрған жоқпын. Возможно, болашақта бұдан да керемет мүмкіндіктер табамыз. Айтпақшы болғаным, бізде қазіргі жаңа осы бағдарламалық поток бастап жатыр ғой. Гарантиялық поток уже орын жоқ, оффлайнға кажется уже орын жоқ. Мен өзім лично осы барлық айтылған информацияларды қамти отырып 5 адамды аламын деп шештім. 5 адамның 2-еуіне уже орын жоқ, 3 орын ғана қалды. Бүгін кешке дейін ол орындар бітеді. Мен 101% сенімдімін. 3 адам. Ол 3 адам қандай болу керек? Действительно андай бар. Бұл жерде сіз обучениені алыңыз. Естественно, біз академия обучениеден де ақша табамыз. Оны мен ешқандай жерде жасырып айтпаймын. Но айтпақшы болғаным, мяуламайтын адам бастаңыздаршы. Мен бүкіл жерде айтамын. Мяуламайтын адам бастаңыздаршы. Алма піс, ауызға түс. Бірсі мыналар сұмдық екен, батпан құйрық ақша келіп жатыр. Жаңағы бір товардан $2000, $3000 тауып жатыр. eBay-ге жаңағы кіріп, бір кнопка бассам болды, маған топырлатып ақша төгеді екен деп ойламаңыздар. Үйтіп ойлайтын болсаңыздар, вообще бастамаңыздар. Реально ақша табамын десеңіздер, бір реттеліп алғанға, бір реально бір рывок алғанға, бір жақсы осы 7-ші айға eBay-да топ продажалар уақыты ғой, соған дейін бір жақсы оборот жасап алғаныңыз келсе, реально бастаңыздар. Естественно, әр товардан $2000, $3000 маржа табатын маркетплейс болғандықтан ол жерде өзінің нюанстар бар, өзінің қиындықтар бар. Енді біз қаншалықты бізде академиямызда аналитиктар, қызметкерлер, мамандар болып сол қиындықтарды сіздерге барынша жеңілдетуге шешімдерін тауып отырмыз, но сонда да всегда қиындықтар болады. Мен өзім үшін eBay-ді бастаған кезде мен істеймін, әрекеттемін. Мен осы жерде ақша бар екен осыдан 1 жыл 8 ай бұрын көргенмін, және мен ол қиындықтарға дайын болдым. Естественно, білдім ол қиындықтардың болатын. Ол қиындықтар всегда мен күні бүгінге дейін қиындықтармен кездесемін. И мен сразу шеше аламын. Опытты, осыған дейінгі 11 маркетплейс бар, сол жердегі жұмыс істеген опытым көмектеседі деп айтуларыңыз мүмкін, но мен ізденемін. Ең бастысы мен андай бар. Маған табыс алып келіп жатқан маркетплейс бұл. Оның қиындықтарына, извините за грубость, мен задний бермеуге тырысамын, және бермеймін. Әр проблеманың шешімі бар. То есть, жалпы проблема болса, оның шешімі бар деген сөз. Сол сияқты да маркетплейсте проблема бар ма? Оның шешімі бар. А eBay, соответственно, Қазақстандағы сізбен біздің осыған дейін көріп жүрген маркетплейстерімізден бірнеше есе жақсы, бірнеше есе мықты, бірнеше есе жоғары мүмкіндіктер бар. Но сәйкесінше үлкен ақша болғандықтан ол жерде өзінің қиындықтар бар. Сол қиындықты шешемін, мяуламаймын десеңіз, розовый очкемді уже шешкенмін, мен реальностьқа реально қараймын десеңіз, істеңіз, әрекет етіңіз. Мен өзімен жеке пакет, чисто сондай кісілермен жұмыс істеймін. Өтініш осыны ескертіп айтқым келді. Ал жалпы eBay-да істеп жатқан, уже бастап кеткен кісілерге мен сәттілік тілеймін. Просто үлкен решение қабылдап өздері үшін жұмыс істеп жатыр. Біреуде қазір болады, біреуде ертең нәтиже болады, біреуде кеше нәтиже болды. Инстаграмда да көріп жатсыздар. Біреу қазір ақша тауып жатыр, біреу ертең табады, біреу $500 сатады, біреу $3000 сатады, біреу $100, біреу бір $70 да сатып жатыр деген сияқты. Біреу $10,000, $9,000 продаж жасап жатыр. То есть бәрінің нәтижесі бірдей болуы шарт емес. Успех уникальный. Осыны біліңіздер. Ошибкалар бірдей. Ошибкаларды жеңу үшін целый команда отыр бізде. А сіз жалғыз адам, мен өзім жалғыз, егер просто селлер болып отырсам, мен де қиналамын. Сөзін ашам, мен мойындаймын. Қаншама опытпен, eBay-дің өзіндегі қаншама опытпен
менің командамдағы менен кейін бастаған эксперттер, менен кейін бастаған кураторлардың өзі маған всегда көмектеседі. Бұл нормальный нәрсе. Сондықтан да eBay бизнес академиясы сіз үшін проблемаларыңыздан жеңіл өтуге көмектеседі. Осы нәрсені дұрыс түсініңіздерші. eBay бизнес академиясына келдім, бастадым, ертең таңертең счетымда $3000 тұрады екен. Жоқ, розовый очки шешіңіздер. Ондай қыртымбайлықты қойыңыздар. Розовый очкиді шешесіздер, әп-әдемі жұмыс істеуге болады. Қайтадан айтам, eBay дәл қазір қазақстандықтар үшін eBay сияқты маркетплейс жоқ. Мен бұны 100% сенімді түрде айта аламын. Ертең уже басталып кетеді. Бүгін кешке технический сабақ басталып, сондықтан сәттілік тілеймін баршаңызға. eBay болашақ бүгін бастаңыздар. Бұл сөзімді мен қайтпаймын. Бұл дәл қазір әлі бірнеше жылға актуальны болады. Баршаңызға сәттілік.